Баршаңызға қайырлы күн. Қазіргі таңда хит болып жатқан мастер-класс бағасы 30 мың теңге тұратын тары чизкейкті мен сізге тегін ұсынамын. Өте оңай, бір жасағаннан шығады. Міндетті түрде жасап көріңіз. Ұнаса лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Дәмі деген керемет, балмұздақ сияқты. Алдымен тарымызды 3-4 рет ыстық сумен жуып аламыз және оған қантымызды қосып, ыстықтай сүтімізді құйып, бетін жауып бұқтырып қоямыз. Енді талқаны дайындап аламыз. Талқанға қантымызды саламыз, кішкене тұз, және бөлме температурасындағы сливочный май. Жақсылап араластырып аламыз. Міне біздің талғамыз дайын. Енді 20 диаметрде 2 бөлікке бөліп аламыз. Асын бірінші тегістейміз. Тура видеодағыдай. Екінші бөлікті стаканмен жайлап, жайып, бортиктеріне жеткіземіз. Енді начинкасына творожный сырға қантымызды қосып, жақсылап миксерлеп аламыз. Және 3 жұмыртқа қосамыз. Жақсылап миксерлейміз. Және сливки, салқын. Енді дайын болған тарымызды қосып, 2 ас қасық кукурузный крахмалымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Міне біздің начинкамыз дайын. Енді осыны саламыз, бетін жақсылап біркелкі етіп жайып аламыз. Және қызып тұрған 170 градуста 1 сағатта пісіріп аламыз. Піскеннен кейін 2 сағат бөлмеде суытып, 4 сағатқа холодильникке салып қоямыз. Жасап көріңіздер.